Армысыздар ма? Менің «Сделано в Казахстане» АК-79 YouTube каналымның қонақтары. Қазіргі таңда қазақша сөйлемейтін, қазақтың салт ғұрыптарынан жұрдай, тіпті қазақ болғаннан ұялатын қандастарымыздың саны артып келе жатыр. Осыны көріп отырған біздің мемлекетіміз қандай қадам жасауда? Соңғы жаңалықтарға қарайтын болсақ, біздің мемлекет тек материалды реформаларға бет бұрып кеткен сияқты. Ата-бабаларымыздан қалған бір асыл сөз бар еді. Ел болам десең, бесігіңді түзе деген. Мұның мәнін көптеген адамдар, соның ішінде саясаткерлер де бар, дұрыс түсінбейтін сияқты. Бұл аталы сөзде тек тікелей түсінбеу керек. Бесікте жатқан жас сәбиімізді тербеп, оған тәлім беріп, келешекте нағыз елінің және жерінің азаматы болып тәрбиеленуіне ең үлкен ықпал жасайтын ата-анаға қатысты деп айтады да, қазіргі жастардың осылай өз ана тіліне, өз халқына немқұрайлық танытқанның басты себебі ата-ананың тәрбиесінің аздығы немесе жоқтығы деп көрсетеді. Ал енді тарихқа көз жүгіртетін болсақ, мына сұраққа жауап беріңіздерші. Ата-анасы өмір бойы қазақилықты ұстанған, араб тілі мен қазақ тілінен басқа ешқандай тілді білмеген, 18-19 ғасырдағы қазақтардың балалары қалай тез орыстанып кетті? Қандай әдіс тәсілдер арқылы Орыс империясы біздің қазақи санамызды өзгертті? Ал енді осы жөнінде өз пікіріммен бөлісейін. Сонымен, Орыс империясы қазақты қандай инструменттер арқылы өз мәдениетінен, өз тілінен, өз дінінен айырды? Ең бастысы, Орыс империясы бұл жолда ең бірінші білім саласын толығымен орыстандырды. Еске түсірсек, барлық ашылған мектептер мен оқу орындарында тек орысша ғана білім берілді. Соның арқасында сол оқу орындарын бітіріп шыққан қазақтар тек орыс тілін меңгеріп қана қоймай, орыс тілінде ойланып, орыс тілінде ғана ойын айта алатындай болып шықты. Сонымен қатар, Орыс империясы мұғалім мамандығына ең жоғары талаптар қою арқылы осы кәсіпке ең білгір, ойшыл, өз ісінің нағыз майталмандарын тартты. Кейін осы профессионал мұғалімдер орыс тілінің таралу ареалын одан әрі ұлғайтып, қазақтың санасына орыс тілі ғылым мен мәдениеттің тілі, орыс тілін білсең жерде қалмайсың деген ұстанымдарды шеге қаққандай бекітті. Яғни, егер біздің орыстануымызды осы тәсілмен жүргізсе, біз де тура осы тәсіл қазақтың қайта жаңғыруына неге пайдаланбаймыз? Орыстар айтқандай, клин клином вышибает, немесе зачем снова изобретать велосипед? Неге біз қазіргі тәуелсіз Қазақстандағы мектептер мен оқу орындарының барлығын тек қазақ тілінде білім беретіндей етіп жасамаймыз? Осының арқасында орыстанып бара жатқан шалақазақтар мен қазақ тілін менсінбей жүрген басқа ұлт өкілдері қазақ тілін оқи бастар еді. Орыстар мен басқа ұлт өкілдерінің Ресей немесе тағы басқа елдерге қашып кететінен де қорықпау керек. Өйткені осындай жандарына жайлы жер олар таппай тұрмақ. Ертең біздің олар алдында қойған талаптарымызға көніп, қайтадан көшіп келері анық. Және де педагог мәртебесін тек жалақыны арттыру арқылы ғана емес, педагогикалық мамандықтарға оқуға түсу талаптарын күшейту арқылы көтеру керек. Мысалы, қазіргі таңда КБТУ, Политехникалық университет, немесе Казгуға грантқа түстім десең, елдің бәрі тамсанады, таңғалады, құттықтайды, мұндай нәрсені бәрі армандайды. Ал пединститутқа немесе педколледжға оқуға түстім десең, керісінше, байқұс, ата-анасының жағдайы төмен екен, өзінің білімі дұрыс емес екен, жарайды, жоқтан бар ғой деп көңіл айтқандай болады. Сондықтан біздің мемлекет егер педагог мәртебесін көтерем десе, педагогикалық вуздар мен педагогикалық колледждарға қойылатын талаптарды көтеру керек. Ертең менің балам педколледжға немесе пединститутқа оқуға түсті дегенде, ел сол бала бір Назарбаев университетіне түскендей құрметтеу керек. Тағы да, орыстар қалай педагогтарға талаптарды қойғаны жасы 40-тан асқан азаматтардың бәрі біледі. Сол кеңес дәуіріндегі бізге сабақ берген мұғалімдер мен ұстаздар қандай еді? Физрук болса спортсмен, жоқ дегенде спорттың бірнеше түрін меңгерген.
орыс немесе қазақ әдебиетінен сабақ берген ұстаздар классиктардың шығармаларын жатқа біліп, музыка мұғалімі бірнеше аспапта ойнап ән айтушы еді. Ал қазір қай пәнді алсақ та, сол пән мұғалімі балаларға немді үйретеді, егер өзі түк білмесе. Бұрынғы ұстаздың негізгі қаруы білім болса, қазіргі мұғалімдердің негізгі қаруы ол оқулық пен лекциясы. Әр мұғалімнен қазір оқулық пен лекциясын тартып алып, тек поурочный жоспарын қалтырып, бар сабақ берші десең, сонда көресің оның шамасын. Спорттың ешқандай түрінен білімі жоқ, не доп тебе алмайтын, не волейбол ойнай алмайтын дене шынықтыру мұғалімнен не күтуге болады, айтыңыздаршы. Немесе қазақтың қара домбырасын игермеген музыка пәнінің оқытушысы, Қастеевтің кім екенін білмейтін сурет мұғалімі, Абайдың бірде-бір жолын жатқа білмейтін әдебиет мұғалімдері біздің жас буынға не тәрбие беруі мүмкін? Қазақша сөйлемейтін, қазақтың қаһармандарын айырып білмейтін Қазақстан тарихы мұғалімдері қандай патриоттық тәрбие бере алады? Тезірек сабағын бітсе екен деп 5 минут сайын сағатына қарай беретін, жұмысқа үйіндегі проблемаларын алып келетін мұғалімдер қаншама. Сондықтан да осындай мұғалімдерді балалар тыңдамайды да, сыйламайды да. Бұндай білімсіздердің қоғам мен елге әкеліп жатқан пайдасы жоқ болғанымен, олардың тигізіп жатқан зияны көл-көсер. Осыны ойлау керек менің ойымша. Өйткені өз пәнін біліп сүймейтін, балаға білім мен тәрбие беруді кәсіп емес, өмірлік қағидасы санамайтын адамға миллион теңге төлесең де, ол дұрыс жұмыс жасамайды. Қазір көптеген әріптестерімнен менің еститін келесі нәрселер: жұмыс қиын, жастар оңбаған, оларға ата-анасы ешқандай тәрбие бермейді, пионер сияқты ешқандай ұйым жоқ деп зарлау. Осындайларға айтатыным: ей көкелер, сол атақты пионер ұйымына келсек, осы ұйымды ең алғаш болып құрып, кейін жас буынды тәрбиелеудің мықты инструментіне айналдырғанда қарапайым ұстаздар еді ғой. Қазір сондай ұйым немесе үйірме ашам десең, сіздердің қолдарыңыздан ешкім ұрмайды ғой. Керісінше қолдау көрсетіп, жақтаушылар көбейеді. Әрі қарай баратын болсақ, Совет үкіметі кезінде бірнеше айға малымен тауға шығып кеткен шопандардың балаларын кім тәрбиеледі сонда? Немесе жетімдер үйіндегі алқаштар мен сотталғандардың бала-шағасын кім азамат қылып өсірді? Айлап, жылдап Совет үкіметінің путевкасымен жан-жаққа кеткендердің балалары неге бұзылып кетпеді? Мысал ретінде келтіретін болсақ, менің марқұм әкемнің өзі 1,5 жылға Чита қаласына лесозаготовкаға кеткен. Ал анам сырттай АХБК-ның курсына жылына 3-4 рет кететін. Біз болсақ, сол кездегі 70-тен асқан әжемізбен қалып, сабағымызды да оқыдық, бұзақылық та жасамадық. Сонда ол қалай? Ал бұл тек сол кездегі ұстаздардың арқасы. Бос уақытында үйірмелер мен секциялар ашқан патриот ұстаздардың арқасы. Бізге өз баласындай қараған ұстаздардың арқасы. Жас буынға елін, тілін, жерін қалай сүю керек екендігін үлгі еткен сол кездегі ұстаздардың арқасы. Мысалы, мен өз пәніне деген махаббатын көрсеткен, білген тергеннің барлығын жас балақайларға жалықпай үйреткен аяулы Битаева Роза Омарбековна атты ұстазымның арқасында 5-ші сыныпта тарихты өлердей жақсы көріп, кейін ұстаздық жолын таңдадым. Сондықтан да соңында айтарым: ұстаз жолын таңдаған ардақты ағайын, сіздер тек сабақ беретін мұғалімдер емессіздер. Сол әлем мен халықтың болашағы жатқан бесікті тербеп отырған ұстаздарсыздар. Осыны естен шығармай, істеген ісімізді беделмен атқара білейік. Ал ұстаздықтың ең маңызды функциясы, бұл даже менің ойымша білім бергеннен де артық, ол тәрбие беру. Осыны ұмытпай, қазақ тілін, қазақ дінін, қазақ елі мен жерін қалай құрметтеп сүю керек екендігінің үлгісі болуға әр ұстаз тырысуы қажет. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қазақ тіліміз жасасын ағайын.